Мынау футболшы Маньеді білесіздер, Мане деген футболшы Манчестер Юнайтедте ме ойнайды? Ливерпулда деген. Ливерпулда ойнайды. Енді футболды қатты біле бермейміз. Сол Мане деген Африканың тумасы, Сенегалдық. Бұл жігіт кедейліктен шыққан адам. Өте пақыр кедей болған. Бір нан, бір тістеп нан, бір тамшы суға зар болған жігіт. Алла тағдырын оңынан келтірді де бұл мықты футболист болып Англияда қазір футбол ойнап жатыр. Ең қымбат командада. Және ең жақсы футболшы. Енді бұл жігіттің миллиондаған, миллиардтаған ақшасы бар. Енді бір журналист сұрақ қойыпты ғой. Сіз, міне, мықты футболистсіз, қанша достарыңыз бар. Бірінің 2 самолеті бар. Бірінің қымбат сағаты бар. Бірінің қымбат көлік, бірінің үйі десе, сізде неңіз бар десе, жаңағы Мане тұрып бұлай деген екен. Бұл дүние өткінші. Бұл дүние, бұл атақ, бұның барлығы өткінші. Менің бар дүнием келесі өмірде деген екен да. Бұл Мане қанша табыс тапса да, мұқтаж жандарға үй салар екен, ауру сырқаулардың дертіне ақша жіберер екен, бар тапқан Құдай үшін сарып қылар екен да. Енді қараңыз, айдаладан келген қара домалақ бала әлемге әйгілі жалғыз болып, футболист болып жүрді. Сондықтан Аллах Субхану ва Тағала кім Алланың разылығы үшін осылай бір іс-әрекеттер жасаса, не деді, ең әуелі күнәсін кешіреді. Және бұл өмірде оны ерекше бір адам қылып қояды, оның жүзі жарық қылып қояды. Мейлі жүзі жарық болмаса, мейлі табысы жақсы болып кетпесін, бірақ оның жақсылықтары иншалла ертең адамдар көз көріп, құлақ естімеген жәннаттарды Аллах Тағала дәрежесін көтеріп қояды. Аллах Субхану ва Тағала сондай бір биіктерді, сондай ұлық нығметтерді сізбен бізге нәсіп қылсын. Субхану ва Тағала сондай бір биіктерді, сондай ұлық нығметтерді сізбен бізге нәсіп қылсын. Сондықтан көпшілік айтады, жақсылық ақша бар кезде жақсылық жасау керек. Жоқ ағайындар. Жақсылық жоқ кезде де жасалу керек.